Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын лағманның қамырын дайындап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, жылы суымызға тұзымызды араластырып, қамырымызды орташа деңгейде илеп дайындап аламыз. Келесі дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа қойып тындырып аламыз. Кейін дайын болған қамырымызды қолымызбен сопақша етіп жайытып аламыз да, жіңішкелеп қамырымызды кесіп дайындап аламыз. Кейін дайын болған қамырларымыз кеуіп қалмас үшін бетін жауып, шетінен бір-бірден алып, алақанымызбен домалатып созып аламыз. Дайын болған қамырларды табағымызға салып, күнбағыс майымен майлап, табағымызға орап дайындап шығамыз. Кейін 15-20 минутқа бетін жауып тындырып аламыз. Дайын болған қамырларымызды бірнеше қайтара созып аламыз. Мен қамырларымды 2 қайтара созып дайындап алдым. Кейін дайын болған қамырды видеодағыда 2 жақ қолыма іліп жинақтап алып, қамырды 1-2 қайтара соғып, қайнап тұрған ыстық суға қамырымды салып, араларын ашып жіберіп, бір қайнағаннан қамырымды алып алдым. Кейін қамырларыңызды сұқ суға салудың қажеті жоқ, және де бірден қайнағаннан қамырларыңызды алып алмасаңыздар, суда қамырларыңыз өсіп кетеді. Қамырымызға аздап зәйтүн майын құйып, қамырымызды араластырып аламыз. Сонда біздің қамырымыз жабыспайтын болады және де жылтырап, түрі де әдемі болып шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып тіркеліп кеттіңіздер.